Піл туралы талас кітабынан. Қараңғылық. Бір адамның топырақ жейтін әдеті бар екен. Оны бір дүкенші байқайды. Қызық үшін ол таразының кіртасын саз балшықтан жасатып қояды. Бір күні әлгі топырақ жегіш кісі дүкенге қант алуға келеді. Дүкенші бірден саздан жасап кептірілген кіртасын шығара қояды да тауарды осы кіртаспен өлшейтінін айтады. Немен өлшесең, сонымен өлше, таразы дәл көрсетсе болғаны, дейді алушы. Ол жағын уайымдама, дейді дүкенші. Сөйтті де таразының бір басына әлгі кіртасты қойып, қант әкелу үшін қоймаға кетіп қалады. Ол жерде әдейі кідіріңкіреп күтіп тұрады. Алушы өзін ұстай алмай кіртасты тістеп жейді деген арам дәмесі бар еді. Айтқандай-ақ алушы шыдамай кетіп кіртасты ұрлана тістеп бастайды. Мұны сырттан байқап тұрған сатушы мәз болып, дұрыс. Сөйтіп өз ақыңды өзің ұрлай бер. Батпақ арзан, қант қымбат, кіртасты неғұрлым көп ұрлап жеген сайын маған пайда, депті. Әй дәруіш, уақыттың мысалы дүкеншінің кіртасы сияқты. Ақымақ адам кейде өз уақытын өзі ұрлап жатқанын білмейді.